Енді үкіметтік емес ұйымдар да қаржылық қолдау, яғни грант иемдене алады. Бұл туралы ардагерлер орталығында өткен жергілікті өзін-өзі басқаруды ауылдық жерде дамытудағы үкіметтік емес ұйымның рөлі жобасында семинар-тренингте айтылды. Үкіметтік емес ұйым өкілдерімен өткен семинар-тренингте азаматтық қоғам тетіктері, жергілікті өзін-өзі басқару және қоғамдық бақылау және әлеуметтік жоба дайындау дағдылары тақырыптары қамтылды. Шара Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде Түркістан облысы азаматтық альянсы заңды тұлғалардың қауымдастық нысанындағы бірлестігінің бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Әуелі шаңырақ жастар мен жас отбасыларды қолдау орталығының төрайымы Сабира Байзақова үкіметтік емес ұйым рөлі туралы түсіндірме жұмысын жүргізсе, әрмен қарай облыстық азаматтық альянсы заңды тұлғалар қауымдастық бірлестігінің атқарушы директоры Ақмарал Әбдінәбиева семинар-тренинг маңызына тоқталып, жаңа бастамалар мен жаңалықтарды бөлісті. Мәселен, енді облыс бойынша үкіметтік емес ұйымға арналған грант іске қосылып отыр екен. Жергілікті өзін-өзі басқару деп, мен басқармаға кіріп, осыны дәлелдеп, бізде неге үкіметтік емес ұйымдарға осыға жаңағы идеяға ынталандыру береді да, бізде идеяны жүзеге асыруға грант бермейді ғой, осыны білесіз өзіңіз. Бізде идеяға марапаттарда жақсы идеяны ғана, оны асыруға деп, давай асыруға қаржы қарайық деп, осы Маңғыстау істеп жатқанда неге біз істемейміз деп облыс басшылыққа айта жүріп, әйтеуір қолдауды, ол да бізге басшылықтың бізге құлақ асады деген сөздің бірі ғой, былайша айтқанда қолдап, былтырдан бастап мал грант қойып жатырмыз. Былтыр 6 миллион болса, облыс деңгейінде биыл енді 7 миллион болды, өстіп ұлғаяды деген сенімдемін. Үкіметтік емес ұйымның өңіріміздің дамуына қосып жатқан үлесі зор дейді тренер. Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде Түркістан облысы азаматтық альянс заңды тұлғалар қауымдастық нысаны бірлестігінің ұйымдастыруымен бүгінгі таңда жергілікті өзін-өзі басқару ауылды жерлерде үкіметтік емес ұйымдардың рөлін арттыру мақсатында үлкен 6 айлық жоба. Осы жоба аясында біз Арыс қаласының үкіметтік емес ұйымдарының ортасында жергілікті өзін-өзі басқару заңын бірқатар түсіндіре отырып, алдағы уақытта осы жоба аясында облыс деңгейінде 7 миллиондық грант бар, яғни ол облысымыздағы үкіметтік емес ұйымдарға шағын грант беру көзделіп отыр. Осы шағын грантқа қалай өтінім жазамыз, мәселені қалай көтереміз, үкіметтік емес ұйымдардың істеп жатқан жұмыстары онсыз да бар, оны ары қарай дамыту үшін осы ынталандыру шағын грант беріп, елдің, өңіріміздің дамуына, өз экономиканың өрлеуіне үкіметтік емес ұйымдардың үлесін арттыру мақсатында осы шарамызды атқарып жатырмыз. Шара соңында семинар-тренингке қатысқан арыстық үкіметтік емес ұйым өкілдері сала мамандарына туындаған сауалдарын қойып, пікір алмасты. Жантөре Болысмұрат, Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.